Баршаңызға сәлем бердім достар. Бүгін мен осылай ыстық суға ұнды салып жіберу арқылы жасайтын қамыр түрін иледім. Ол қамырдың жасалу жолын осы видеода көрсететін боламын. Ол үшін мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымды осыншама адам подпискасыз қарайды екен. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қызып тұрған табамызға 3 шынаяқ су құямыз. Видеода көрсетілген мөлшермен қоспаларды қосып шығамыз. Енді ұнымызды саламыз. Су өлшеген шынаяғымызбен 2 кесе ұн саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай жабыспайтын қамыр шығу керек. Қамырымызды суытуға қойып қоямыз. Суыған соң жақсылап біркелкі етіп күлше үйлейміз. Қамыр өте сондай эластичный, қолға жабыспайтын, сондай күшті жұмсақ, бір сәтке балалар ойнайтын слаймға ұқсайтын болып кетеді. Осылай бір шай қасық разрыхлитель қосып аласыз, және де тағы да біркелкі етіп әбден разрыхлительмен араласып кеткенше илейміз. Күлшемізді оқтаумен жайып болғаннан кейін ішіне сары май жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей нығыздап орап шығамыз. Салмасына мен езілген картоп дайындап қойдым.
тұзы, бұрышы қосылған және үстіне 150 грамм сиырды үккіштен өткіздім. Өте сондай күшті болып шығады. Сиырмен қосып жасағанда созылмалы болып ыстық күйінде жегенде. Міне осындай қылып жабыстырдым. Және де қалғанын барлығын осылай жасап шығамын. Бетіне жағуға 1 шай қасық сұйық маймен 1 жұмыртқа қостым. Бетіне кунжут сеуіп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай сеппесеңіздер де болады. Міне біздің бәліштеріміз дайын. Енді тестінің, қамырдың қандай күшті болғанын мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, ерекше болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.